өзімше үй жағдайында люля кебаб жасағым келген ғой, бірақ шын айтайын, қыздар маған дәмі өйтіп прям вау дейтіндей болып ұнамады, бірақ үйдегілерге ұнады. Көбісі стористе рецепт бөлісе беріңізші дегесін, сіздерге бөлісіп жатырмын. Алдымен фарштың үстіне тұз, бұрыш, паприка және шашлыкке арналған приправаны саламыз, және де бір шай қасық сода саламыз. Блендерден өткізілген жуа, перецті және нанымызды суға салып, суынан сығып бөліп алып, оны да салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз да кішкене қойып қоямыз. Одан кейін мен шампиньонды жасап көрейін дедім. Үстіне тұз, бұрыш, соя және сұйық майды қосып, жақсылап араластырып, үстіне құйып араластырып алдым. Шпажкаға қадап жасасаңыздар да болады, фаршты да, шампиньонды да. Бірақ мен барлығын алдым да противенге сала салдым. Фарштарымды осылайдан үлкен-үлкен кусок қылып алдым. Сіздер жұқа кусок қылып алсаңыздар болады. Және де бетіне май жағып, қызып тұрған 200 градус пеште 1-1,5 сағат көлемінде пісіреміз. Яғни фарштың қалыңдығына қарай, егер жұқа болса 40 минутта піседі, ал менікіндей қалың болса 1,5-2 сағаттың көлемінде піседі. Шампиньондар 25-30 минуттың көлемінде піседі. Және де кез келген соуспен ұсынсаңыздар болады. Мен чесночный соуспен ұсындым. Жасап көріңіздер, егер сіздерге дәмі ұнаса, комментарийға жаза кетуді ұмытпаңыздар.